Белгілі себептерге байланысты машинасы жүрмін. Қазір көшеде такси ұстап тұрмын, бірақ тоқтамай жатыр. Такси шақырсам, жаңа мен көрсеткен адреске енді суммасы өте ауыр болып тұр, негізі ондай емес. Автобусқа мініп көрейінші деп отырмын қазір. Абай Масанчиге барады ма? Бармай ма? Бірінші попытка не очень. Екінші попытка. Абай Масанчиге барады ма? Адамдар қайтып көрейді. Автобустан шықтым уже. Ыңғайсыз сәл. Бірақ мен өзім студент кезде де автобуспен жүрмейтін, шынымды айтайын. Кісілігім емес, автобуспен жүрмейтін. Мен грижам бар ғой белімде, қатты ауыратын. Содан арнайы ата-анамнан, ата-апамнан бауыржанның жүріс-тұрысына деген ақша бөлінетін сол заманда. Шүкір сол кісілерге. Мен таксимен жүретін всегда, бірінші курсымнан бастап. Бір редко болады автобуспен жүрген. Енді мен денсаулығыма байланысты көп тұрып тұра алмайтын, белім ауырып кететін. Тұрып тұрғаннан кейін белім қатты ауырып, вообще емге ақша кетіп қалатын, сол себептен сондай болған менде. Бірақ қазір 810 теңгелік жерге 200 теңгемен автобуспен сызып келдім. Арасы бір 4 минутта жеттім, бір өтірік айтпайшы, 5 минут емес, 4 минутта жеттім. Барынша экономный болған дұрыс. Және автобус талай машиналар қап кетті, бір 300 машинама артта алып кетті. Смело, жылдам жетеді екенсің. Автобустарға қазір жағдай жасалған екен. Автобуспен жүрген ештеңесі жоқ сияқты. Нормально, спокойно, жылы орындар бар.